Армысыздар жаны жайсаң, жүрегі жомарт жандар. Мен Зайнуллина Анаргүл Талғатқызы Жаһанша Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледжінің жаратылыстану және қоғамдық пәндер кафедрасының оқытушысымын. Сіздерге мен және қоғам атты бейне хабарламамды ұсынамын. Күнделікті өзіміз жиі қатынайтын қоғамдық көліктерде кей жағдайда келеңсіз жайттардың да куәгері болып жатамыз. Жастардың орын бермеуі, құлақтарындағы құлаққаптарын алмай, кейбір ескертулерді естімеуі, қарапайым қоғамдық көліктердегі ереже мен мәдениетті сақтамауы көбірек ойландырады. Құндылықтарымызға терең үңілсек, қайырымдылық қызметінің басты мақсаты ынтымақтастық пен әділдікті дамыту сияқты басты қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру. Тұлғаның қоғамға пайдалы қызмет жасауы, оның өзінің қоғамға пайдалы мүшесі ретінде сезіну мүмкіндігін сыйлайды. Қоғамға қайырымдылық қызмет жасау, ол қуаныш сыйлау. Мен қоғамның мүшесі ретінде осындай жағдайларды көре отырып, өзімнің тобыма осы бағытта тәрбие сағатында сөз қозғауды жөн көрдім. Тәрбие шарасында автобус ішіндегі тәртіп ережесі туралы көріністер арқылы келеңсіз жайттарды болдырмауға өз үлестерін қосуға шақырдым. Осы бастаған бастамам үлкен қолдау таба отырып, тобымның студенттері басқа да топ студенттеріне қоғамдық көлік және жолаушы мәдениеті атты шараларды жүргізе отырып, өз замандастарына ой сала білді. Сонымен қатар студенттермен бірге көшелерге шығып, аялдамаларда тұрған жас жолаушыларға үнпарақтар таратылып, өздерінің ұсыныстарын білдірді. Қоғамдық көліктер салонына қала әкімдігі мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тілдер басқармасымен келісе отырып, тәрбиелік мәні зор А3 форматында насихат, тәлім парақтары жапсырылды. Онда қоғамдық көліктердегі тәртіп ережелері, жолаушылар мәдениеті, ізеттілік, өзгеге мейірімділік, үлкенге құрмет туралы халқымыздың құндылыққа толы ұлағатты сөздері көрініс тапты. Қайырымдылық халқымыздың ең игі қасиеттерінің бірі. Өзін қоршаған айналаға құрмет, қауіпсіздік, сыйластық, қоғамдық көлікте өзін қалай ұстау керек туралы түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Шараларыңыз өте орынды. Біздерге келсек, сіздер енді қарап орын беретін бар енді. Жоқ үйден без, қайырымы жоқ биден без дегендей құрметті әріптестерім. Қайырымдылық адамгершілікті биік ұстап, кісілікті ту етіп, қоғамда жылы лебімізді аямай, қолдан келген жәрдемімізді ұсынып, әркімге достық пейіл танытып, адамдарға үлкен ризашылығымызды арнауды ұмытпайық.